Осыдан 20 жыл бұрын еліміздегі ең биік құрылыс нысаны Қазақстан қонақ үйі болғаны көпшіліктің есінде шығар. Ал бүгінде лифт сонау 31-ші қабатқа көтерілсе де ешкім таң қалмайды. Мамандардың айтуынша, биік үйлердің құрылысында ерекше технология жоқ. Көп қабатты ғимараттардың барлығы негізгі құрылыс талаптарына сәйкес салынады. Тек инженерлердің есептеулері бөлек болады. Армысыздар, эфирде құрылыс жобасы бағдарламасы және мен Хасен Молдабаев. Бүгінгі хабарымызда бұлтпен таласқан биік ғимараттардың құрылысы жайлы баяндаймыз. Биіктігі 75 қабаттан асатын кез келген ғимарат зәулім құрылыс нысаны болып есептеледі. Мұндай үйлердің құрылысына деген бақылау аса күшті болады, өйткені тәуекелдердің дәрежесі жоғары. Зәулім ғимараттың ішіндегі адамдардың саны қарапайым көп қабатты нысандарға қарағанда әлдеқайда көп болатыны айтпаса да түсінікті. Көкпен таласқан құрылымдарды салудағы ең маңызды мәселе оның құрылыс нормалары мен ережелері негізінде дұрыс жобалануы. Ең алдымен құрылыстық материал таңдау кезінде жаңа қалауларын айттым ғой, соның барлық сәндіктерін бірінші ауқымын есептеп алу үшін қағазға сызып аламыз ең бірінші. Қағазға сызғаннан кейін жобалаушы және архитектор бірге қосыла отырып, қандай конструктивті нәрселер керек екен, заттар керек екендігін сол кезде шешеді. Әрине, кез келген нысан сияқты биік ғимараттарда салынбас бұрын дайындық кезеңдерінен өтеді. Ең алдымен жер телімі таңдалады. Оған топографиялық, геодезиялық сараптамалар жүргізіледі. Кейін жобалау үрдісімен оны бекіту, құрылыс және үй маңындағы ауланы абаттандыру шаралары өткізіледі. Айта кетейін, мұндағы әр кезеңге аса көңіл бөлінеді. Құрылыс компаниясы үдерістің әр бөлігін назарсыз қалдырмай мұқият дайындайды. Мысалы, ғимараттың орналасатын аумағын таңдауда жердің құрылымын зерттеп алған маңызды. Ең алдымен биік ғимараттарды жобалау кезінде маңызды сұрақтардың бірі ол тапсырыс берушінің қалауларымен және снептің өзінің ережелері бар. Ең алдымен осыларды сақтауымыз керек. Және әлбетте қала болғаннан кейін қала тірі организм, ол ары қарай дамиды, оның өзінің ерекшеліктері бар, оның өзінің дизайндық стильдері бар. Солар әкімшілікпен ары қарай жобаланып қойған. Сол жобаға сәйкес болу керек ең алдымен. Соның барлығын бірге құрастыра отырып шешу керек. Бұл жерде ең маңызды сұрақ мынау деп айтуға болмайды, өйткені бұл архитектура, бұл келбет, оның ішінде адамдар тұрады, оның адамдарға өзінің әсері бар, өте көп болады. Қалаға және адамдарға әсері өте көп. Сондықтан осының барлығын бірге қарастыра отырып, маңызды сұрақтарды шешу керек. Ең маңызды сұрақтар солар, барлығы бірге қосылады. Астана қаласы сейсмикалық аймақтарға жатпайды. Сондықтан ғимараттарды бұл тұрғыда қауіптенбестен салуға болады. Алайда биік құрылымдарды жобалауда климаттың да мінезі ескеріледі. Мәселен, желі қатты әрі жиі болатын елорда ғимараттарының жобалаушылары құрылымдарға тиетін ауа райының әсерін жан-жақты есептеп алуы тиіс. Современные высотные здания должны выдерживать нагрузку. Заманауи зәулім ғимараттар көлденеңінен де тігінен де түсетін салмаққа төзімді болу керек. Қалың қар, бұршақ жауса құрылымға әжептәуір ауыртпалық түседі. Ғимараттың өзінің салмағы тағы бар. Ал көлденең әсерге жел мен нысанның жертөлесіне ағып кетуі мүмкін, ылғалды жатқызамыз. Астанада тек қана биік ғимараттар болуы тиіс деп айта алмаймын. Оның қажеттілігі жоқ. Шаһар сейсмикалық аймаққа да жатпайды. Сауатты жасалған жоба мен дұрыс есептеулердің арқасында қауіпсіз ғимарат бой көтереді. Оның құрылыс нормалары мен талаптарына сай болуы да маңызды. Әдетте жобалау кезінде күнделікті ғимараттың ішінде қанша адам жүретіні мен оған қандай көлемде жауын-шашын түсетіні ескеріледі. Құрылыс барысы және нысанды қолдану кезіндегі қауіпсіздік ең маңызды мәселелердің бірі. Айтпақшы, 2016 жылы құрылыс саласында үлкен өзгерістер орын алды. Енді ғимаратты пайдалануға тапсыру ресми түрде жүргізіледі. Мәселен, ғимараттың қолданысына бұрынғыдай қабылдау комиссиясы ғана емес, авторлық қадағалау құжаттамасы мен техникалық бақылау қызметтері жауапты. Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңының 34 және 75 баптарына сәйкес жобаны әзірлеушілердің авторлық қадағалауы мемлекеттік қабылдау комиссиялары пайдалануға қабылдайтын мынандай нысандар құрылысы кезінде жүзеге асырылады. Азаматтық және коммуналдық мақсаттағы жеке тұрған объектілер, шағын бизнес кәсіпорындарын қоспағанда өндірістік мақсаттағы объектілер, көп пәтерлі тұрғын үйлер, автомобиль жолдары мен темір жолдар, көпірлер, жол желілері, тоннельдер, азық-түлік желілері мен инженерлік құрылыстары бар электр беру желілері, ғарыштық байланыс объектілері, атом энергетикасын қоса алғанда энергетика объектілері, су шаруашылығы, ирригациялық және гидротехникалық мақсаттағы объектілер.
Ранее процедура ввода в эксплуатацию предусматривала... Бұған дейін құрастырылған нысанды мемлекеттік комиссия мүшелері қабылдайтын. Бүгінде кәсіпкерлікті дамытуға және еліміздің инвестициялық тартымдылығын арттыру үшін құрылыс қызметіне 2016 жылдың қаңтар айынан бастап бірнеше өзгертулер енгізілген болатын. Мәселен, енді ғимараттар ресми түрде авторлық қадағалау ережелеріне сәйкес қабылданады. Айтпақшы, құрылысшылар зәулім ғимараттарды қолданысқа тапсырғаннан кейін оның қызметіне 3 жылдық кепілдік береді. Ал жобаның өзіне деген жауапкершілік жобалаушы мен сәулетшінің мойнында. Яғни ғимараттың қағаз күйіндегі жобасын сызып әзірлеген адамдар нысан қолданысқа тапсырылғаннан кейін де жауапты болады. Конструкцияға жауапты адамдар сол архитектор және жобалаушы болады. Одан кейін барып біз есептеуге басқа инженерлерге береміз. Олар инженерлер есептеп, егер есептеріміз дұрыс емес болса, олар бізге қайтарып береді, материалдарды ауыстыруымыз мүмкін. Немесе мысалы кейбір материалдар есептелгенде оның көлемі үлкен болып кетуі мүмкін. Сондықтан материалдарды ауыстыру керек болып. Сол кезде бірге шеше отырып, инженерлермен бірге, архитекторлар, жобалаушы бірге отырып, сол материалдарды қамдайды. Эскизный проект жасаған кезде ең бірінші қол қойып, солардың фамилиялары, солардың аттары тұру керек болады. Себебі сол жобалау кезінде сол материалдар таңдаған адамдар, сол инженерлер мен архитекторлар. Ол материалдардың болашақта қалай әсер болатынын, адамдарға қалай әсер ететінін және қоршаған орта оған қалай әсер ететіндігін есептеген сол адамдар. Сондықтан жауапкершіліктің көбін сол жобалаушылар мен архитекторлар алады. Құрылыс барысында нақтырақ айтсақ, оны жобалау кезінде ғимараттың сыртқы келбетіне де аса көңіл бөлінеді. Сәулетші сарапшылардың айтуынша, жаңа құрылымның қаланың, шағын ауданның немесе көшенің жалпы сәулеттік ансамблімен үйлесуі де өте маңызды фактор. Мұнда жобалаушылар сәулетшінің басты ойын жүзеге асыру керек. Самое главное при проектировании это... Жобалаушылар сәулетшінің салған сызбасына қарап жұмыс істейді. Олар жобаға кіріспес бұрын оның дайын келбеті қандай болатынын, ғимараттың өрт қауіпсіздігінің қалай орналасатынын білмейді. Бірақ сәулетшінің ойын еш өзгертпестен жүзеге асыру керек. Құрылыс нормаларына сәйкес кез келген биік ғимаратта тікұшақ алаңы болу керек. Алайда оны құрастыру мүмкін болмаса, нысанның құжаттамасында арнайы капсула жобалануы тиіс. Төтенше жағдай орын алғанда ғимарат ішіндегі адамдар сол жерге эвакуацияланады. Қауіпсіздік шаралары заманауи технологиялармен де қарастырылған. Бүгінде ғимараттың қаншалықты берік екендігін сағат сайын көрсетіп тұратын арнайы мониторинг әдісі де бар. Жаңа технологияларда ең алдымен бір-біріне коммуникация жасауға, яғни бір-бірімен сөйлесіп отыруға, бір-біріне ақпараттарды алмастыруға керекті нәрсе. Revit деген бар программалар ашылған, параметризм және стильдер пайда болды. Солардың барлығын көре отырып, солардың барлығын біріктіре отырып, сол технологияларды пайдаланамыз. Бірақ жаңағы ең бастысы ол біз қолмен сызамыз. Ең бастысы. Себебі бүкіл ауқымды қоршап алу компьютер ол бізді тек қана ақпаратты ғана есептеп бізге шығарып береді. Сондықтан біз оған енгізердің алдында біз не керек екендігін қағазға сызып, барлығымыз бірге отырып есептеп, содан кейін барып неғамыз. Ең бірінші біздің ерекшелігіміз сол қағазға сызып, өзіміздің жанымызды сол қағазға енгізу. Құрылыс материалдары ғимараттың тұрғызылатын аймағының климатына төзімді болуы керек. Мысалы, бетон аязға шыдамды болып, белгілі бір температуралық режимде жылу оқшаулағыштық деңгейі төмендемеу керек. Зәулім ғимараттар жобалаушылардың айтуынша пайдалы, берік әрі әдемі болуы керек. Айтпақшы, Қазақстанда ең биік ғимараттардың белгілі бір рейтингісі бар. Әрине, олардың басым көпшілігі Астана қаласында орналасқан. Мысалы, қаланың сол жақ жағалауында салынып жатқан биыл қолданысқа тапсырылатын Абу-Даби Плаза кешені 88 қабаттан тұрады. Оның жалпы биіктігі 382 метрді құрайды. Екінші орында 2013 жылы салынған Изумрудный квартал ғимараттарының ансамблі тұр. Оның биіктігі 201 метр. Кейінгі орында 44 қабатты 180 метрлік Северное сияние бір тұрғын үй кешені тұр. Ал биік ғимараттардың ішіндегі ең аласасы 22 қабаттық парламент мәжілісінің ғимараты екен. Оның биіктігі 100 метр. Зәулім үйлердің басты артықшылығы жерді үнемдейтіндігі. Әлемнің көптеген қалалар үшін бұл ең маңызды әрі өзекті көрсеткіштердің бірі. Ал Астанамызда бұл мәселе өткір тұр деп айту қиын. Алайда шаһар тұрғындарының саны бүгіннің өзінде миллионнан асқанын ескерсек, ары қарай елорданың тек өсетіні айқын. Эфирде болған құрылыс жобасы және мен Хасен Молдабаев. Хабарымыздың электрондық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Келесі кездескенше.